Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын капкейкті пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Оның құрамына кіретін бізде 3 жұмыртқа, 160 грамм қант, 5 ас қасық қаймақ, немесе 5 ас қасық майонез, 200 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш. Жұмыртқамыз бен қантымызды алып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Араласқан массамыз көтеріледі. Көтерілген массамыздың үстінен қаймағымызды саламыз. Яғни 5 ас қасық қаймақ, қаймақтарыңыз жоқ болса, 5 ас қасық майонез қосуға да болады. Комогы кеткенше араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстінен 200 грамм ұнымызды салып, 10 грамм қопсытқышымызды салып араластырамыз. Дайын болған массамызды ұнаған формочкаларыңызды аласыздар. Сол форманың үстінен 2,5 ас қасық немесе 2 ас қасықтан формаға құйып шығамыз. Формаға құярдан алдын духовканы қосып аласыздар. 180 градусқа ысып тұрған пешімізге 10 немесе 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Өте оңай, жасап көріңіздер. Кремін жасаймыз. Креміне бізге керегі творожный сыр 200 грамм, 80 грамм сахарный пудра, 100 грамм сливки. Кремімізді қою болғанша араластырамыз. Дайын болған кремімізді мешокқа саламыз. Насадкасының номерін описанияға қалдырамын. Осылай етіп әсемдеп кремді құйып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер.